Саламатсыздар ма, достар? Қалайсыздар? Мен жақтан рахаттанып келе жатырмын магазиннен. Өзіме мороженое сок алдым. Бүгін сенбі күні балаларымыз демалып жатыр. Атасы мен әжесінің үйіне кетеді сенбі күндері. Екі ұлым. Мен үйде бүгін ауа райы керемет болып тұр екен. Далаға шығып қыдыратын күн, бірақ кішкентайым әлі толық жазылған жоқ. 3 айға дейін реабилитация деді, сондықтан үйде боламыз. Пока. Үй жинаймын. Сіздермен бірге үй жинаймын. Құдай қаласа бүгін менімен бірге болыңыздар. Ал мен үй жинауды залдан бастадым. Кешке ініміз қонған үйге. Бардак болып жатыр ғой. Бірінші диванды жинап, төсектерді орын-орнына қойып, столды жинап тастаймын. Жинастырып болдым. Енді әдемілеп пылесостап алайын. Бірінші пылесостаған кезде диванның үстін пылесостаймын обязательно. Содан кейін барып полға көшемін. Мінекей осындай результат. Осын сохранить етіп қойсам. Күнде осындай болып тұратындай болса. Келесі бөлме, бұл балаларымның жатын бөлмесі, қорқып кетпеңіздер. Бұл жатын бөлмеде 2 үлкен кровать, балам сабақ оқитын партасы бар, сосын жанында үлкен шкаф бар. Сол шкафқа қазір көріп тұрсыздар, салып жатырмын барлық заттардың барлығын. Шкафтың ең астыңғы жағын босатып, постельный бельеларды сояққа салып тастайдым. Постельный белье салатын шкафым әлі келген жоқ, заказ бергенбіз. Августтың аяғында заказ берген, сентябрьдің 10-ына келеді деді, уже октябрь айы болды. Әлі жоқ, білмеймін қалай бұл мебель компаниясымен қалай жұмыс істеуге болатын осыдан кейін. Әлі күтіп жұмыс, білмеймін, ертең ол да телефонды көтермей қалмайды, көтереді, обязательно көтеріп. Ой, ертең әкеп берем, арғыны среда күні деп, сонымен ертеңмен әлі жүр. Бетін алдым, босаттым. Ертең бітпейтін болған соң, кім білет қашан әкелетін. Одан кейін шаңдарын сүртіп алдым. Енді ойлап тұрмын, көтеріп шығарып тастаймын ау деймін. Осы сияқты детскийде тұрған кілем
Мына үлкен екен, мына кілем дайындалып тұрмын. О, бауыр өзі. Үйтіп бүйтіп көтеріп лоджияға салып қойдым. Зорға дегенде жуылған кілемдер таза. Жаңағы клининговый компаниямен жуып берген. Сол жуғаннан әлі тұр. Ашқан жоқпыз пакетімен. Мінекей кішкене тазарып қалған сияқты. Мыналарды алып тастадым. Нелер ғой, пазлдар ғой, скотчпен жабыстырып тастаған. Әдем болсын деп. Қайдам тұр, әдем емес сияқты. Қазір алып тастап босаттым. Енді мына партаның бетін сүртіп алам, әдемлеп тұрып. Жақсы парта екен, өте мықты, качествосы да жақсы. Атасы мен әжесі алып берген. Ұлына, немересіне подарка. Мынандай осында компьютерге арналған ау деймін, бірақ ыңғайлы екен. Мына кішкентай кілемшені далаға, балконға жайып келдім. Мынаны да балконға жайған ыңғайлырақ. Үстіп екеуінің арасын ашып қойып, полын сүртіп алдым. Мінекей осындай болды. Енді балыққа көшемін. Мен қатырып қойған балық бар түгін, ашылмаған. Осындай қарап көріп тұрғандарыңызда үстіп пышақпен өткізіп шықсаңыздар, осындай жағымен ыңғайырақ болады, тез ашылады, жақсы ашылады. Сосын құйрығын бірдеңемен ұстап тұрмасаңыздар, жылжып кете береді. Мұндай тесігі бар, осы тесігіне жаймен ғана бүкілін тықпай, жаймен ғана ашасыздар. Себебі өті жарылып кетуі мүмкін, балығыңыз ащы болады, сосын өті жарылып кетсе. Ішін әдемлеп тазарттым. Үйдің алдына келген балық ет сазан емес екен, бірақ соның өзіне де тәтті болды. Басын кесіп тастаймыз. Сосын басын ішін тазартып, желбезектерін алып тастаймыз. Үйдің алдына келген соң алдым. Ашып та бермейді екен олар. Бұрын атам балықты көп аулайтын, содан ашып үйренгенім. Зорға дегенде аршыдым, бірақ бір 15 минуттай ма уақытымды алды. Үсті бөлшектеп, тұздап, әдемлеп 1 сағатқа тұздап қойдым. Тұздағаннан кейін қуырдым. Ұнға аунатып, мінекей, көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып тәтті болды. Біраздан бері балық жемеппіз. Енді сіздерге біздің үй жақтағы левый берегте айды көрсеткім кеп тұр. Онша көрінбей қалды, бірақ керемет ай домалақ болып, күн жаңағы Сырдарияға түсіп тұр. Көршіміз трайфл істейді екен. Кешкі сағат 8-де трайфл әкеп берді үйге. Күшті, керемет, дәмі тәтті. Қалайсыздар? Сіздермен бірге кішкене трайфлмен шай ішіп, әңгіме айтқым келіп отыр. Үйде ешкім жоқ, барлығы кетіп қалды. Қызым ұйықтап қалды. Видеоларым тоқтап қалды, негізі YouTube каналым барлығы. Енді бастап келе жатып, қызым ауырды, балаларым ауырды, сонымен энергиям кетіп қалды да. Енді қайтып сол Калияға келе алмай жүрмін. Уже бәрі видеоларын бәрін түсіріп қойғам. Отырып просто монтировать ету керек. Монтажым басқаша қылғым келеді енді, бірақ бәрі бірден болмайды ғой. Бірақ басқаша, өзгеше қылғым келеді. Басқа блогерлердікін көрем, уже 1 жыл, 2 жыл түсіріп жүргендердікін көрем да, менікі неге ондай болмайды деймін ғой. Құдай қаласа келемін мен де ондай нәрсеге. Сонымен, бірақ бүгін Құдай қаласа қазір отырып монтировать етемін. Өзгешелеу қылып,
қызықтырақ қылып, күшті екен трайфл. Рецептін үйренім. Істеп көру керек сіздермен бірге. Балам каникулға шықты. Баламен бірге жүріп істем ойынды. Үлкенім 1-ші сыныпта оқиды. Каникулға шықты. Зорға дегенде жетті ғой құстан сол каникулға. Мама қашан каникул деп. Бір айға өзіме не қойып тұрмын. Как это? Трансформация. Өзімді өзгертіп. Қазір көп инстаграмға көп кіріп кеттім. Тикток көрем, инстаграм көрем, ютуб көрем. Ойлаймын да, бұл біреудің өмірінде нем бар деймін да. Өзімнің өмірімді қызығырақ етуге, өзімді өмірімді өзгертуге, кішкене көбірек кітап оқуға, қазір еще тағы бір обучениеға не қылдым, жазылдым. Обучение дегенде курс қой. Аняля Исмағамбетова деген инстаграмдағы қыз емес енді, әйел, келіншек, 2 баласы бар екен. Сол күйеуі бар. Жаңа курстар жасайды. Смарт клуб, шопоголик, сосын тағы да клуб миллионеров дейді. Көрейін дедім, қалай болады екен. Ішінде кухня организациясы бар екен, Конмареймен. Сіздермен бірге сол кухня организовать етіп. Видеоларым аптасына 1 рет түсіріп көрем. Бір 6 айға дейін өзіме бір уақыт беріп отырмын. 6 айда егер ютубтан қазір данный момент 10 подписчик тұр, 10 подписчик. Рахмет сіздерге. 10 подписчигіма. 10 подписчиктен егер асып, жақсы болып, комментарий жазылып, жақсы өзгерістер болса, ары қарай түсірем. А егер жарты жылдың ішінде ешқандай өзгеріс жоқ, сол қалып тұрып, отдача болу керек қой енді. Ешқандай отдача болмаса, тоқтататын шығармын. Былайша өміріңді, өзіңнің өміріңді біреуге көрсету, ашу, қазаққа өте қиын сияқты ма, мен ойлаймын. Блогерлердің жұмыстары қиын негізі. Мен блогер емеспін, бірақ видео түсірген кезде де қалай болады екен, мынаны түсірсем бе екен, түсірмесем бе екен деп ойланып тұрам, көп ойланам. Сосын бірдеңені істеп атып та мынаны түсіру керек пе еді деп ойланасың ғой. Қызық бола ма ол, біреу сенің өміріңді қайтеді деген сияқты сондай сұрақтар келеді көп. Сонымен өзіме трансформация жасағым келіп тұр. 1 айдың ішінде өзгеріс сіздермен бірге. Кішкене вес тастап, трайфл жеп отырып вес тастап туралы әңгіме айтамын. Вес тастағым келіп жүр. Көрем. Күйеуім дейді, еміз өрлесің ғой, балаң бар. О, жады. Балам жылап отыр. Көреміз. Бір өзгерістер күтіп отыр. Бүгін сіздерге шыққаным, сіздермен амандастым. Енді сау болыңыздар, келесі видеоға кездескенше деп айтқым келіп отыр. Пока, мен қызыма кеттім.